Қазіргі таңда әйелдер жайлы көп видеоларды дыбыстап жүрмін, дубляждап. Енді шынын айтқанда әйел адам бұл өмірдің бастауы ғой, әйел адам ұрпақ таратушы. Егер әйелдің аузы дуалы болса, әйелдің сөзі дұрыс болса, жақсы сөйле немесе үндеме деген бар я әйел адамға. Яғни әр адам өзі үшін жауап береді ғой, барлығын түзеу мүмкін емес әрине. Анаған бүйт, мынаған сүйт деп айта алмайсың. Қазіргі заманда әр адам өзіне ақылшы, өзі біліп туады. Енді қазір менің айтпағым әйел адамның ұрпағы мен дамуы, өсіп өнуі, өшпеуі тікелей осы әйелге байланысты. Себебі әйел ұрпақ таратушы. Әйелдің құрсағынан шыққан бала өсе ма, өне ма, өше ма, ол барлығы ниетке байланысты. Яғни әйелдің ниеті қандай, әйелдің ішкі дүниесі, ішкі әлемі қандай, аузынан шыққан сөзі қандай, осыған байланысты. Неліктен көп апалар, әжелеріміз әдемі сөйлеген, боғауыз айтпаған. Әрине болады, ашуланған уақытта ондай кезде ішкім-ішкімді ұстай алмайды, адам өз-өзінде ұстай алмайды. Бірақ шын мәнісінде осы ниетке келіп тіреледі барлығы, пейілімізге келіп тіреледі. Пейіл тар болса, ниет қараң болса, ұрпағымен өсіп өну өте ауыр болады. Жолы ашық болмайды деген дүниелердің барлығы бұл рас. Себебі барлығымыз білеміз ғой, өмір бумеранг деп жатамыз, оның барлығын елдің барлығына, халыққа, әлемге мәлім. Қазір байқаймыз ғой, әйел емес, жап-жас қыздардың өзі бір-біріне еліктеймін деп жаман сөздер айтады, ақ ит кіріп көк ит шығып жатады. Неше түрлі боғауыз сөздерге ие болып алған қазіргі таңда екі сөздің арасының өзін боғауыз сөзбен жалғап отырады. Қыздар, ойланыңыздар. Бұл біздің ұрпағымызға, бұл біздің ертеңгі балаларымыздың өміріне әсер етеді бұл сөздердің барлығы. Өмірлері олардың жана ма, өше ма, өне ма, осы біздің ішкі ниетімізге байланысты. Себебі біз анамыз. Ана әлемді тербетеді дейді. Барлығы неге әйелге әкеп тіреп қояды деп жатамыз ғой. Неге барлығы әйел дейміз? Себебі әйел ана. Сіздің жүрегіңіздің астында екінші жүрек дүниеге келген уақытта, ол жүрекке сіздің ниетіңіз, пейіліңіз барлығы беріледі. Сіз өмірге ұрпақ алып келіп жатсыз. Ұрпақ тудыртып жатсыз. Сондықтан да әдемі сөйлейік. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер. Парақшам пайдалы болса тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Әдемі сөйлеп үйренейік, қазақ тілімізді дамытайық. Біздің қазақ тіл тренд, біздің қазақ тіл бренд болуына үлесімізді қосайық.